У подножия Заилийского Алатау, с трех сторон охваченная горами, расположен город Алма-Ата. В переводе с казахского это значит «отец яблок». Весной цветущие яблони окрашивают бело-розовой пеной горные склоны. Қош келдің Алматыға мама, бикисити драма, бұл қалаға менде үлкен план бар. Тоймаймын дәуісінде жан бар, көңілде қан бар. Чувствую. Чемодан. Алматыға келдік, жеттік, қондық сағат 12:20-да. Алматы қыс болып отыр да. Алматыда төре қыс болып отыр да. Короче, біз Алматыға келдік. Алматы деген Алматы екен кәдімгідей. Бірақ бір қатты таңғалу сезім болып жатқан жоқ. Да, Али? 2 күн пойызбен жүріп келгеннен кейін ба, бір қатты таңғалу, бір ондай қатты сезім болып жатқан жоқ. Біз дайындап келдік қой, 2 пойызбен ұшақпен келген жоқпыз. Сондықтан особо қатты эмоция болмай жатыр Алиде. Біз демек жатырмық Райбек Батыр көшесімен Абылайханнан түсіпті. Бүгін жұма, короче, сағат 12:30. Мешітке қарай үлгеруге бара жатырмық, орталық мешітке. Кәдімгі Алматы деген қар, қыстың байбы деген сезіледі. Сағынып қалдым мен. Алматыда кеткеніме 6 ай болды ғой. 6 айдан кейін кетіп тұрған. Келдік, біздің Шығылада ағамның үйі бар. Біздің Алматыда үйіміз. Осы жерде мен 2 жыл ма, 3 жыл ма тұрдым. Атырауға кетіп қалдым. Келіп өтіп, саған мына жер жауып тастап, мына жер ашық еді. Бірінші салайын деп қойдым. Шоғылам сағып қолдым. Жасмин деген дүкеніміз бар алдымызда. 6-шы этаждағы есік терезе. Есіктің алдына мынандай салып қойды да, өйтіп қоршап күштетіп. Мынандай ойнайтын салған, керемет күшті шоғылар дамып жатсыздар. Кеттік ал. Так, бүгін 31-і. Өтірік айтамын. Бүгін 1-і. Кеше келдік. Кеше ініммен қарындасыммен шай іштік, кездестік, отырдық, кітап алға бардық, бір кітап алдық Алиге. Потом бүгін жоспар көп. Барып, неге алдық? Көзіме линза алдым, 5500 теңгеден 1 айлық линза алдым. Негізі бір 6 айлығын алдым келеді, олар алдын-ала заказбен. Неге? Себебі мен ертең тренингке барайын жатырмын, өзгерістен тренинг. Ол жерде кішкене алыстан көру маған проблема болады, сондықтан бір линза алу керек болды. Қазір енді брекетіне шешейін деп жатырмын, 1 жыл болды. Сол брекетін шешуге бара жатырмын. 11-ге сағат 40 минуттай қалды, үлгеру керекпіз. Соған жетеді. Кетіп батырмыз, артында Али еп батыр әлі. Вот сол. Сосын кешке неге бару керекпіз? Медеуге. Қарындасымен, ініммен медеуге бару планда бар. Сол. Короче, мен түсімді шешіп, брекетімді шешіп шықтым. Әне, маны кайф кәмгідегі. Кеткен кезде ерінді, аузында жырмайды ештеме. Тек ана артына ретина салды, мынандай ретина. Алдыңға түстерді, күрек түстерді ұстап тұратын, бір-бірін байланыстырып тұру үшін, ол қозғалып кетпеу үшін. То есть брекеттің бір жақсы ол түсті дұрыстайды, бірақ ол сондықтан кейін орнынан тайып кетеді, сондықтан ретина салады екен по-любому. Ретина тоже қазіргі уақытта бастапқыда кішкене бір түрлі болып тұр маған. Хотя бұрынғыдай емес, ол үйреніп кететін шығармын. 5 жыл тұрады деп айтты ретина, 5 жылдан алып тастауға болады деді. Бірақ қатты бір нәрсе жесең, онда тісін тағы да ретина түсіп қалуы мүмкін дейді. Енді қазір Алидің шашын қиямын, соған барады. Алматы клентау, мен тау ал. Жақтай қандай болсын көзде көз әйнек. Жан көрмістіме қойсаң айнай чайнек. Деп ұстадық сенің істемегеніңді байне. Бізге бәрі жарасады, бірақ сенікі жаймет. Короче, медеуде моноподпен созып жүруге болмайды екен. Қазір ғана ескерту жасады маған. Бірақ мен уже 2 круг айналып үлгердім. Медеу 1 жылдан кейін келіп тұрғаным. Қолым қатып қалды. Қолға алып келмей өдім.
Видео, влог, ютубқа шығасың. Иә. Үйрендің ба? Үйрендің ба? Так, достар, бүгін екінші күн, тренинг, өзгеріс тренингін екінші күн келдім, сағат 9:40, 20 минут бар. Мен жаңа кофе іздеп, жолдан кофе іздеп кідіріп қалдым, айналып. Резиденс Ballroom. Келіп тұр, енді кешке шыққаннан кейін берсе видео түсіремін ғой. Қандай әсер алдым, қандай эмоция алдым айтамын. 3 ақпан бүгін. Короче, бүгінгі күн задание орындадық. Сосын андай рухты оятты бүгінгі күн тоже қатты ұнады. Біздің еркектік намыстарымызды оятты. Қазақи рухты, прям андай жаттығулар жасадық. Алдымызда кәдімгідей алдымызда жоңғарлар келіп жатыр, қазақтың жерін басайын деп жатыр, қазақ қыздарын, қазақ елін басайын деп жатыр деген сияқты ниетпен кәдімгідей жоңғарлармен көзсіз қой кәдімгідей қазақи рухты оятып көзімді жұмып қойып аяққалап ва деп. Одан кейін еркектер, әйелдер еркектерге қолдау білдіру, еркектер әйелдерге қолдау білдіру, оларды қорғау, сондай маңыздылығын түсіндіріп, сондай күшті техникалар көрсетті. Сол одан кейін тағы да бір жаттығулар болды. Үйге келіп жатырмын, көрсіз. Сағат 12-де ма жіберді біз 12-де. Сағат қазір бізде бірден кетті, үйге келіп жатырмын қазір. Біз қазір Сайран деген медресеге келдік. Кезінде осы медреседе мен оқыдым. Мешітіне келдік, бесін оқып алдық. Али, қалай ұнады ма ше? Әлі үшін көрген жоқсың ғой, тек мешітін ғана көрдік. Бұл мешіті үлкен кең сарайдай. Ары қарай кабинет дәрістер, дәрісхана, жатақханаларын қараймыз. Күшті үшін. Құрметті достар, мен кезекті алмасында күнім жалғасып жатыр. Өзгеріс тренинг бітірдім, өте күшті инсайттар алдым, өте күшті өзгердім. Ішкі халім де өзгерді, сыртқы халім енді өзгеріп маған байланысты. Біз келесі күннен бастап уже әрекетке кірісіп кеттік. Әрекетке берекет деп жауапкершілікті алып, беруші позицияны қолданып, бізге өзгерісте беруші позициясын өте қатты маңыздылығын жеткізді. Мен қазір Мадина деген біздің стилист қыз бар, Менди. Сол кісімен қазір съемка жасап жатырмыз, студияға келіп, өзінің үйінде, өзінің студиясы, бөлмесі бар осындай студия. Бір контент жасап жатырмыз, короче. Алейкум, Атырауға келіп қалдық. 14 ақпан түнгі 3 таңғы 3-те Атырауға келдік міне. Аллаға шүкір. 2 апталық 10 күндік сапарымыз осымен бітті. Тамам. Алған түйген сабағымыз көп, мол, бірақ орындалмаған кейбір мақсаттарымыз орындалмай қалды. Бірақ ештеңе етпес, оған да келесі жолы жетерміз. Сонымен осы блогым аяқталды. Достар, рахмет барлықтарыңызға. Жалпы бұл видеоны мен өзім үшін болашақта естелік ретінде сол үшін түсірдім. Ал біреулер көріп жатқандарым болса, рахмет. Менімен бірге болғандарыңа деп айтам. Каналға лайк бас, комментарий жаз деп айтам. Үйге келдім, міне үй. Барлықтарыңа рахмет. Сау болыңыздар. Қыз ойлады шылтырақты алтын деп, қалағаны тек